біз ары қарай массив тақырыбын жалғастырамыз. Бізде ең маңызды модуль ол рандом. Рандомның ішіне ең көп кездесетін entity'да ол randint. Жалпы кітаптарда сол randint деген модуль. Яғни бұл жақта біз randinттің бір жақсысы, біз кез келген диапазон бере аламыз. Мысалы 1-ден 10-ға дейін десек, ол 1-ді де 10-ды да и соның ішіндегі сандарды да қамтай алады. Мысал ретінде біз басында from array import array и потом from random import random randint, яғни сандармен жұмыс жасайтын бізде randint бар, яғни сандарды рандомды жасайды. Бұл жерде бізде массивтің ұзындығы 10, бізде a деген сол тізімнің атауы, яғни a деген үшін 10 нольмен толтырып береді. Кейін бізде цикл басталады, 10 рет жұмыс жасаған кезде бізде әрқайсысы рандомна 1 мен 100-дің арасындағы сандардың бәрін рандомна жасап береді, қосады, то есть енгізеді сояққа. Нәтижесінде мынау сандар негізі әркімде әртүрлі, бұл мысал ретінде келтірген сандар. И тура сол заттарды мынаяқта мынау қысқартылған варианттарды жазып жатыр мынаяқта. Randint дейді, 1/10 for x in range 10 деп тұр. Яғни бізде a деген массивтің ішіне осы 1 мен 10 сандарды рандом, то есть 10 рет енгізіп жатыр. И және бір қызығы, бұл жерде элементтердің мәндері қайталану мүмкін. Яғни ондай заңдылығы жоқ, то что сандар бір рет қана жазылу керек деген сияқты. Рандом сандарды қайталап беруде мүмкін, сол диапазон ішіндегі сандарды де қосу мүмкін. Яғни ол for цикл сияқты емес та. Соны есте сақтау керек. И бізде Алматы кітапта екі мынандай мысал бар. Біріншісіне бізде массивтің ұзындығы 10, и біз сол массивке өзіміз қолмен сан енгіземіз. Кейін екінші циклда сол массивтің ішіне берілген сандарды қайсы екіге бөліне, соларды біз бөлек индексімен бірге шығарып береміз. Яғни мынаяқта 8, 58, 83, 17, 5, 2 деген кезде мынаяқта бізде тек қана 8, 58, 2 деген сандар жұп болғаннан кейін олардың индекстерімен бірге мәндері шықты. Бұл тура сол код, бірақ біз жақта айырмашылығы мынаяқта біз енгізетін едік қой. Бұл жерде компьютер өзі енгізеді, яғни диапазонды randintпен өзі енгізіп, соның ішіндегі қайсы рандомны түсті, сол сандардың ішіндегі қайсы жұп, соларды бізде шығарып береді. И келесі бізде мынандай бір салыстыру операторлар бар. Салыстыру оператор бар мынаяқта. Тағы да басқа да амалдар бар. Мынаяқта 10 сандар табу, теріс сандар 0-ге тең емес, бөлгенде қалдығы 0, 0-ге тең, то есть яғни жұп сандар, тақ сандар 2-ге бөлгенде қалдығы 1-ге тең. Яғни соңғы цифр табу үшін 10-ға бөлеміз, қалдығы табу үшін максимальный ол максимальный деген айнымалыдан үлкен болу керек, минимальный аз болу керек. То есть бұған да бөлек есептер бар. И орта үш элементтің үлкендерін табу, бұл да кітапта берілген материал. Бізде мынандай ең соңғы есеп, ол біздің Қазақстан картасындағы еліміздегі ауа райы, яғни қай қалада ең суық, қай қалада ең жылы, және 0-ден төмен температура қай қалада бар екенін анықтау керек. Бұл жерде бізде рандом модуль енгізіледі. Бірінші import array as array, то есть рандом модуль енгізілмейді мекта. Бізде a деген бізде сандармен толтырылады, яғни integers. S деген бізде список. Потом n бізде массивтің ұзындығы беріледі. Біз сол n мен толтырамыз. Кейін бізде тағы да S деген тоже екінші тізім, ол тоже неге қалан атауына енгізілген. Кейін бізде тағы да 3 айнымалы, олар 0-ге тең, оны ары қарай көреміз.
қала атауларын енгіз деген жазу шығады. Бірінші циклда біз inputпен s тізімге қалаларды енгіземіз. А мен біз сол қаладағы температураны енгіземіз. Яғни бірінші қала температура, қала температура, қала температура. Сөйтіп алғашқыда ең бірінші енгізілген сан ол минимальный болады. Ең бірінші енгізілген мән ол да максимальный болады. Пока что бізде бір сөзді, яғни бір индексті екі мәнде қабылдап отыр. Енді бізде цикл тағы да басталады да, бұл жерде ең суық қалаға байланысты шарт кетеді, и ең ыстық қалаға, яғни ең жылы қалаға бөлек if кетеді, и және ауа райы нөлден төмендерге соғаға бөлек счетчик, яғни t өзіне суммировать етеді. И соңында бізде осылай ең суық қала, ең жылы қала и 0 градус төмен қалалар санын бізге осылай шығарып береді. Алматы кітапта осындай қызық есептер бар, өздеріңіз көрсеңіздер болады. Тоже былай сөзбе сөз жасаңыздар, барлығы дұрыс шығады. Яғни мына жақта тек қана табуляцияны ескеру керек, а так қалған заттары дұрыс. Яғни келесі сабақтарда біз екі өлшемді массивқа да біз бір көз жүгіртеміз. Әзірге осымен сабақ бітті.